көптеген әйел баласы секілді мен де декреттік, яғни демалысқа шыққан кезде, сол кезде ойланып бастадым. Қор жинау керек, қаражат жинау керек. Оған дейін азын-аулақ әрине жинайтынбыз, бірақ бұл енді өте бір саналы тұрғыдағы шешім болды. Сондықтан 2016 жылы өзім алғашқы декреттік демалысыма PricewaterhouseCoopers'тен шыққан кезде ең алғашқы брокерлік шотымды аштым, алғашқы портфелімді жинақтаған болатынмын сол кезде. Ол кезде қанша білімің бар болып тұрса да, бастаған кезде расында да адам бәрін біліп бір саналы түрде бастай алмайды екен. Ол кезде де әр жерден ізденіп, енді әр адамның аузында жүрген сондай танымал компанияларды алып бастадым. Оның ішінде голубые фишки дейміз ғой, Microsoft компаниясын алғаным есімде. Және де әлбетте Қазақстан нарығы басымырақ болды. Ол кезде Казатомпром компаниясын алғаным есімде, Microsoft алғанбыз, Apple компаниясын алдық, және де Snapchat компаниясын алдым. Сол кезде бір жаңалықтарды оқып, Snapchat компаниясының акциясын алғаным есімде. Қазір стратегия мүлдем басқа, бастапқыдан қарағанда, жаңағы әрбір адам бәрібірде бір танысу кезеңінен өту керек екен биржада. Бастапқы жылдар жай ғана бақылап, көріп, білім алып деген секілді, ал уже кәсіби деңгейге адам бірте-бірте жылдар өте келе жететіне өз басымда көзім жетті. Қазір 60% менде жалпы әрқашан ETF-терден құралады, әртүрлі ETF-терден құралады. ақш нарығындағы, оның ішінде ақштың өзінің компанияларына инвестициялайтын ETF-тер бар, және де халықаралық деңгейде компанияларда қамтитын ETF-тер де портфелімде бар. Және де қазір акцияларды таңдау жолы да менде бөлек, нақты бір анализге сүйене отырып, 20-30%-ды акция менде әрқашан толықтырып отырам жалпы. Міндетті түрде бұл жерде менің түсінгенім портфолио менеджмент деген ұғым бар ғой, яғни портфельді басқару деген ұғым бар. Активтерге, кластарға, пропорцияларға бөлу өте маңызды. Онсыз, яғни сіздің инвестициялау жолыңыздың тәуекелі жоғары болады, жалпы ол кезде бір толыққанды инвестиция деп айтуға қиын болады. Сондықтан қазіргі таңда басым көпшілігі ETF әрқашанда, және де 30-40% акцияларды яғни таңдап алып отырамын. Енді келесі сұрақ, яғни қаншалықты жиі толықтырамын, барынша мүмкіндік келгенше ай сайын толықтырып отыруға тырысамын өз басым, яғни табыс түскен кезде, жаңағы алдымен өзіңе төле деген бізде принцип бар ғой. Сондықтан өзімізге төлеу үшін, болашағым үшін, жаңағы балалардың болашағы үшін біз міндетті түрде алып қойып отырамыз. Қазір бізде тіпті апгрейд болды, біз балаларға бөлек әрқайсысына жеке-жеке портфель алып, оны тағы да қосымша толықтырып отырамыз жалпы. Сондықтан ай сайын толықтырып отырамын. Ребалансировкаға келетін болсақ, ребалансировканы шамамен жылына бір рет. Бірақ өте маңыздысы бұл орайда макроэкономика, яғни макроэкономикалық жағдайға сай міндетті түрде бір өте жақсы тыңғылықты ребалансировка жүріп отырады. Яғни ол жерде енді экономикалық жағдайды жақсы білетін болса адам, сол кезде қай кезде мысалы өсім акцияларын азайту керектігін жақсы түсінеді. Енді мысал ретінде айтатын болсам, менде 2022 жыл өте бір жақсы шешімдер, портфолиомды жаңа реструктуризация жасау өте жақсы болды. Яғни ол кезде ақштың барлық жаңағы медиа құралдарында инфляция 8%-ға жетті деген секілді заголовоктар, жаңалықтар шықты. Сол кезде бірден белгі болды. Яғни бір жақсы рецессия, коррекция келе жатыр деген секілді. Сол кезде мен есімде өте жақсы өсім берген көп позицияларды мен саттым. Яғни белгілі бір деңгейде кэш ұстадым деген секілді. Расында да 22 жыл өте бір ауқымды коррекция орын алған болатын. Ол кезде мен тек қана қорғаныс стратегиясын ұсындым. Сол кезде мен жылдар бойғы өсімнің басым бөлігін фиксация жасаған болатын. Енді 22 жылдан бері қарай жалпы нарық бізде жақсы өсім беріп келе жатыр. Сондықтан аса бір өзгеріс жоқ, бірақ кемінде жылына бір рет бәрін бір анализ жасап, егер бір акцияның мысалға жалпы портфельдегі бөлшегі тым жоғары болып кетсе, оны міндетті түрде азайтып отыруға тырысамыз. Бастапқы бір кезеңге келтіру үшін пропорцияларды. Облигация бар. Облигацияны тек Қазақстан нарығынан ұстаймыз негізінде. Меніңше біздің нарықта облигациялардың мүмкіндіктері көп. Оның ішінде теңгелік облигация бар, AX-та әсіресе өте жақсы облигацияның түрлері бар. Соның ішінде есімде Freedom Finance өте жақсы облигация ұсынған болатын. 12% доллармен жылдық өсім. Енді бұл өте жоғары көрсеткіш деп ойлаймын өз басым. Соны ұсынылған кезден бастап жалпы ұстап отырмын ол облигацияны. Көп пропорцияда емес, азын-аулақ. Бірақ қазақстандық нарықтан, AX-тан облигацияларды ара-тұра алып тұрамын негізінде.
Негізгі брокер деп алатын болсақ, басында мен америкалық брокерлерді көргем. Interactive Brokers'та көрген болатынмын. Ameritrade деген брокер бар, сол екеуісін көргенмін. Бірақ енді ол жерде белсенді емеспін. Негізгі сол қалпы Freedom бар, Табыс Pro бар қазіргі таңда. Жалпы Табыс Proға ауысқан өте жақсы бір трансформация деп ойлаймын өз басым. Қазір мысалға ол жерде таңдау көбейді, инструменттердің жаңағы көлемі де, түрлері де көбейген болатын. Табыс Proны қазіргі таңда жалпы жақсы қолданып келемін өз басым. Басқа да брокерлерде бар, өйткені мен енді бұл салада жүргеннен кейін қалай өзгеріп жатыр, қандай жаңашылықтар енгізіп жатыр деп бақылауға тырысып жүремін барлық отандық брокерлерді. Бірақ енді негізгі портфелімді айтатын болсам, ол Freedom және де белгілі бір деңгейде Табыс Pro да бар қазіргі таңда. Менің есімде осы 2016-18 жылдары біздің нарыққа сенім онша бір жоғары болмаған кез еді. Біздің компаниялардан, бірақ мен сол кездің өзіне сенетінмін. Мен айтатын, біздің отандық нарықты қолдау керек, отандық компанияларға инвестициялау керек деп. Сол кезде өзіңіз білетін шығарсыз, Казатомпром енді керемет өсім беріп келді ғой, әлі күнге дейін керемет өсім беріп келе жатыр. Сол кезде бір 4000 теңге ме алғаным есімде, одан кейін ол 15000 теңгеге еді. Енді өзіңіз есептеңіз, пайызбен есептейтін болсаң 200%-дай мысалға өсім берді. Ондай өсімді тіпті ақш нарығынан көру ол өте қиын. Сондықтан біздің нарық белсенді дамып келе жатыр. Егер біз дамушы елдердің тенденцияларын алып қарайтын болсақ, біздің нарық ең бір керемет прогресстен өткен нарықтардың бірі деп ойлаймын. Ол кәдімгі статистикаға сүйене отырып жалпы зерттелген ақпарат. Сондықтан әрқашанда жаңағы біздің нарықтағы құралдарға, облигацияларға, жаңа қазір индекс қорлары да пайда болып жатыр мысалға, соларды да міндетті түрде қосып алып жаңағы инвестициялап отыру керек. Салық мәселесіне келетін болсақ та, расында да бұл меніңше өте бір жақсы керемет көмек жалпы инвесторларға, яғни толыққанды салықтан босатылу деген өте бір жақсы инсентив. Сондықтан оны да міндетті түрде пайдалану керек. Сондықтан бұл жерде де диверсификация ғой. ақш нарығы бар, Қазақстан нарығы бар деген секілді. Енді қазір есіме түсіріп отырсам, ақш нарығында да бірнеше сондай кейс болды. Оны жасыратын ештеңе жоқ, оны ұялудың да керек жоқ деп ойлаймын. Әйгілі кәсіби инвестор, мысалы, Уоррен Баффеттің өзін алып қарайтын болсақ, ол кісіде де мысалы сәтсіз өзінің жаңағы инвестициялаған компаниялар болды. Соның ішінде мысалы вот Snapchat-ты алдым, бірақ қателеспесем мен Snapchat-ты кейін сол шығынмен жапқан болатынмын. Жаңағы алдағы уақытта өсім бермей ол. Одан кейін Қытай нарығындағы Alibaba компаниясының акциясы да бізде өкінішке орай өте бір жағымсыз трендта болды ұзақ уақыт бойы. Сондықтан Alibaba-да меніңше бір сәтсіз инвестиция болды мен үшін. Және отандық нарықта бұл Air Астананың IPO-сын жалпы бәріміз өте бір күттік, бәріміз осылай барынша жариялауға да тырыстық. Бірақ енді өзінің бір мүмкін жаңағы саласының спецификасының себебінен компания акциялары бір орнынан қозғала алмады, яғни қайта керісінше IPO-дан кейін төмендеп кеткен кейс болды. Ондай жағдай болады. Жалпы ешкімде нарық бүкіл акция, барлық нәрсе тек қана өсіп отырады деп ешкім айтпайды ғой. Ол қалыпты жағдай. Сондықтан оған бір қатты қайғырып, немесе одан бір нарықтан көңіл қалудың мүлдем керегі жоқ. Ол өте бір қалыпты практика әлемде. Сондықтан ондай позициялар болады, алда да болады. Орташа өсім жақсы болса болды негізінде. Пандемияға дейінгі кезең өте бір пассивті кезең болды. Ол кезде ешкім айта бермейтін бұл сала жайлы, ешкім білмейтін да жалпы, ол не нәрсе екен. Адамдармен әңгімелескен кезде ешқандай бір түсінік жоқ екенін байқайтынбыз. 20-шы жылдан кейін мен Кореяға көшіп кеткен болатынмын. 22-ші жылы Кореядан Қазақстанға көшіп келген кезде өте бір үлкен бум басталғанын өзім байқадым да. Яғни адамдар жан-жақтан бұл саланы айтып, жаңағы талқылап, әлеуметтік желілерде де жаңағы белсенді насихаттап, мамандар пайда болып деген секілді. Меніңше қазіргі таңда өте жақсы бір бум болып жатыр, белсенділік пайда болып жатыр. Оның ішінде мысалға біздің заңды осындай қаржы институттарында үлесі зор деп білемін. Мысалы Астана қаржы орталығын пайда болғаннан бері де қоғамның сенімі арта түсті. Жалпы, ол жерден халықаралық заң бар деген секілді. Сондықтан қазір сенім жоғары, белсенділік те өте жоғары. Менің есімде пандемияға
айға дейін мен анализ жасаған кезде еңбекке қабілетті халықтың 3%-ында брокерлік счет болатын. Қазір енді ол көрсеткіш әлдеқайда жоғары, иә? Нақты мен қанша екенін білмеймін, соңғы анализ жасаған жоқпын, бірақ кемінде бір 10 есе жоғары болып қалуы мүмкін деп ойлаймын. 30%-ға дейін бәлкім жетіп қалған да шығар. Сондықтан меніңше қазір бір жақсы пикқа жетіп жатқан секілдіміз. Алдағы уақытта да бұл тенденция жалғаса береді деген үмітіміз бар. Менің өз тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, бір қызығы менің практикамда IT саласының адамдары көп болды. Мүмкін бұл жерде бір байланыс бар ғой жалпы, IT саласындағы адамдар мысалы ақпаратты жақсы сараптай біледі деген секілді, сондықтан олар мысалы тіпті технологиямен жақсы жұмыс жасай біледі, сондықтан IT саласының мамандары одан бөлек олар жалақылары жоғары негізінде. Соның барлығы бәлкім олардың көбірек инвестицияға қызығушылықтарына, инвестиция жасауларына алып келіп жатады. Менде бірінші орында бәлкім сол IT саласының мамандары және мұғалімдер. Не себепті? Себебі мұғалімдердің бізде білесіздер жалақысы жоғары, ол бір. Екіншіден, олар білім алуға ашық адамдар. Олар қай бір саланы болсын, олар тез меңгеріп алуға, білімді қабылдауға өте ашық адамдар негізінде. Сондықтан менің мысалға жаңа парақшамда болсын, басқа жерде болсын, мұғалімдерден мен белсенділікті әрқашан, ерекше белсенділікті көріп жүрем және соған қуанам жалпы. Сондықтан мен бүкіл мамандықтардың ішіне осы екі саланың адамдарын атап өтетін едім. Әрине, меніңше жасанды интеллект саласының потенциалы әлі толық шегіне жеткен жоқ деп ойлаймын. Әлде бұл тек қана зарождающийся тренд, яғни басталып келе жатқан тренд. Алдағы уақытта AI саласының өзінің бір лидерлары пайда болады. Соның бастапқы мысалға кейбір кандидаттарды көріп те келе жатырмыз. Сондықтан меніңше жасанды интеллект әрине барлығына бірдей емес, бәлкім AI саласындағы ETF бұл әлде бір жақсы вариант ретінде қарастыруға болады. Одан бөлек әрине жалпы жасанды интеллекттің жұмыс жасауына ең керек база бұл бізде деректер. Бұл энергия. Сондықтан энергия көздері өте жоғары сұранысқа ие болады. Болашақта әртүрлі энергия көздері бар, жаңа возобновляемые источники энергетики деп жатамыз. Солар меніңше өте жоғары сұранысқа ие болады. Ол саладағы компанияларда бізде табысы, яғни жоғары болады деп ойлаймын. Оның ішінде мысалы дата орталықтар бар, яғни данныйлармен жұмыс жасайтын компаниялар, оларға сол энергия көзін беріп отыратын компаниялар жоғары сұранысқа ие болады. Сондықтан меніңше сол салаларға мұқият мән беру керек секілді. Қазақстан компаниялар ішінде IPO-ға шыққан компания енді көп емес қой. Оның ішінде көбісі дәстүрлі компаниялар, Сондықтан қазір біреуін енді мүмкін Кигок болуы мүмкін, Кигок барлық енді Қазақстанда мысалы энергия көзімен қамтамасыз етіп жатыр. Ол бізде осындай бір өте консервативный, дәстүрлі компанияның түрі деп айтуға болады Кигокты. Сондықтан Кигокты энергия саласындағы бір компания деп айтуға болады, Немесе мен қазір қатты бақылап жүрген ол осы дата орталықтар жайлы көп жаңағы аналитиктер көп осындай өздерінің болжамдарын айтып жатады. Және де өте маңыздысы айтуға ұмытып кетіппін, бұл бізде полупроводники, яғни жартылай өткізгіштер деп айтады қазақ тілінде. Nvidia компаниясы мысалы соған анық мысал. Одан бөлекте жалпы осы чип саласы, полупроводники саласы бұл ең перспективалы сала деп білемін өзім. Себебі чип бізде әрқашан бүкіл электроникаға барлық нәрсеге чип керек, және AI саласына одан бөлек уже жаңа деңгейдегі чиптар керек болады. Олар барлық жерге енеді, және де чип саласына жалпы кіру өте қиын. Сондықтан қазір чип саласында жаңағы белсенді жұмыс жасап жатқан компаниялар, олар болашақта тіптен де кеңейіп, үлкен жаңа капитализацияға жетеді деп ойлаймын. Салық мәселесіне келетін болсақ, бізде енді бағалы қағаздар бұл адамның, яғни меншігі, Бізде меншіктің түрлері көп. Мысалы, актив дейміз ғой, жылжымайтын мүлік меншік, мысалға, оның барлығына адамдар салық төлеп үйренген. Бірақ бағалы қағаздарға келгенде адамдар салық төлегісі келмейді. Мен айтамын, сіз басқа мүліктеріңізге салық төлегіңіз келсе, ол сізге табыс әкеліп отыр, мысалға. Сондықтан бұл жерде де табыс төлеу ол бір өте ақылға қонымды дүние. Негізінде соның ішінде қазір Қазақстан азаматтары ақш нарығына инвестиция жасайтын болса, яғни өзінің тапқан табысына, тек қана таза табысына, яғни сатып алған бағасы мен сатқан бағасының айырмашылығына 10% салық төлеу керек. Осындай практика бар негізінде. Оны яғни қай кезде төлейді адам, сол қағазды пайдамен сатады ғой, сол пайдамен сатқан кезде, яғни фиксация жасайтын кезде салықты төлеу керек болады.
ақш нарығында бар, жақсы мүмкіндіктер бар. Тіпті мысалға мен айтып жүретін инструмент S&P 500-дің ішінден, яғни осы шариғатқа қайшы кәсіппен айналысатын компанияларын алып тастап, яғни S&P 500 шария деген өзінің ETF-і бар. 500-дің ішіне қысқартып 350 компания ма ішінде қалған, соны бір ETF ретінде алуға болады. Сонда сіздің бұл инструментіңіз шариғатқа 100% сай болып есептелінетін болады. Сол инструмент жалпы өте сұранысқа ие, және адамдар соны жиі алып жатады. Әрине, ең бірінші ол S&P 500. Жаңа әйгілі SPY бар, SPY бар. Сол бар. Одан кейін VOO деген, ол да S&P 500-ге инвестициялайтын ETF, өте жақсы, бұрыннан келе жатқан, жаңағы актив дейді ғой, активтері ауқымды, asset under management өте ауқымды, және артындағы фондта өте сенімді фондтар. Ол екеуін меніңше адам міндетті түрде ұстау керек белгілі бір деңгейде. Одан кейін мен жалпы өзім, менің стратегиям в основном салаларға жаңағы байланысты. Яғни әрбір саланы мен жеке-жеке қамтуға тырысамын. Қаржы саласы, энергетика саласы, технология саласы деген секілді. Сол салаларды осы жаңағы диверсификациялап, яғни белгілі бір деңгейде ұстауға тырысамын. Реальный сектор экономики деп жатады ғой, өзі 11 экономиканың саласы бар, соларды әртүрлі деңгейде ұстауға тырысамын. Яғни оның ішінде S&P 500-ден бөлек, бұл технология ең бірінші орында, әрине мысалға XLK деген ETF бар, өте танымал, сонда сенімді ETF, немесе осы чип саласындағы SMH деген бар, бәлкім білесіз, алдыңғы жылы қателеспесем ең жоғары өсім берген ETF, және де тәуекел деңгейі де салыстырмалы түрде төмен. Яғни мен ешқашан leverage дейді ғой, жаңағы үстінен 2 есе 3 есе түсіп кетіп, өсіп кететін деген секілді ETF-терді құптамаймын өз басым, меніңше ол тым спекулятивті таңдау болып кетеді. Сондықтан осындай более дәстүрлі, консервативті, тіпті чип саласын өзіне, мысалы SMH-пен кірсеңіз, ол өте керемет. Яғни осы саладағы ірі компаниялардың барлығын қамтиды, тәуекел деңгейі өте төмен, және өсімі S&P жалпы орташадан жоғары деп айтуға келеді көп жағдайда. Сондықтан осыларды айтатын едім. SMH, жалпы технология саласы, бәлкім бірнеше дәстүрлі сектордан, ол айтайық, мысалы, индастриал сектор, өндіріс саласы, мысалға, ақш-та соңғы жылдар өте жақсы өсім берді. Оның барлығы Трамптың саясатымен байланыстырады. Трамп, мысалға, ақш-тың өндірісін қайта жаңғыртамын деп көп ақша құйды. Сондықтан өндіріс саласындағы компаниялар өте жақсы табыс тапты. Мысалы, Honeywell деген компания бар ақш-та, өте жақсы. Солардың барлығын қамтитын өндіріс саласының ETF-і бар. Мысалы, сол ETF менде бар өзімде, және ол өте жақсы өсім берді. Энергетика саласы дәл солай, технология саласы, және жалпы нарық әлбетте. Осыларды ерекше бүйтіп жеке-жеке айтып кетуге болады. Инвестиция жасау керек деп айтқым келеді халыққа. Ол өзінің әлемде тиімділігін дәлелдеген қарапайым халық үшін жалпы жасалған дүние. Себебі біз өзіміз, мысалға, мен Кореяда өмір сүрдім. Кореяда қарапайым халықтың барлығы демесем де, басым көпшілігі 70-80% инвестиция жасайды. Соның қызығын бәрі көріп жатыр негізінде. Сондықтан қоғамға қорықпай, осындай бір жаңашылдықтарға ашық болып, бұл салаға бет бұру керек, бірақ өте сақ болу керек. Осыны да естен шығармау керек. Яғни зерттеп барып, жан-жақты қарап, тексеріп барып инвестиция жасау керек, себебі алаяқтықта өте көп. Өкінішке орай, сондай жағдаймен де маған жазатын адамдар өте көп. Бір жаңағы заңсыз, осындай псевдо дейміз ғой, жалған брокерлерден зардап шеккен адам өте көп Қазақстанда, өте көп жалпы. Сондықтан осы мәселеге абай болу керек, бірақ осындай нәрсе бар деп, бұл саладан мүлдем бас тартып кету де дұрыс емес жалпы. Яғни ізденіп, зерттеп, білім алып, жан-жақты қарап, ақпарат бар, жан-жақтан ақпарат қолжетімді, ресми деректерді, ресми сайттарды қарау керек. AX.kz деген секілді, сондай сайттарды қарап отырып, бастау керек, жасау керек, және де әрқашан жаңа зерттеп отыру керек. Ресерч жасап отырсаңыз, кез келген адам бұл саланың қызығын көре алады.